Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі 4 қана затыңыз болса дайындай бересіз. Баклажанды осындай дөңгелек бөліктерге кесіп, бір ыдысқа барлығын саламыз. Үстінен кішкене тұз және барлық баклажан батып тұратындай су құйып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Менде баклажан көп болғандықтан 2 жұмыртқаны алдым. 2 жұмыртқаға тұз қосып, осылай шайқап аламыз. Қызып тұрған табада баклажандарымызды жаңағы жұмыртқаға 2 жағын аунатып қуырып аламын. 2 жағынан жақсылап қуырып аламыз. Неге осындай қоңыр түске енуі керек. Ыдысқа барлық баклажандарды салып, барлық баклажанды қуырып алдым. Енді соусын дайындаймыз. Чеснокқа майонез және тұз қосып араластырамын. Сіздер чесногын азырақ салсаңыздар да болады. Маған ащы болғаны, сондай дәмі ұнайды. Сол себепті чеснокты көбірек салғанмын. Осылай баклажанға және помидорды қойып, ортасына соусын жағып, барлығын осылай қойып шығамыз. Өте дәмді әрі өте оңай баклажаннан салатымыз дайын болды. Міндетті түрде осыны жасап көріңіздер. Ас болсын!